Неге Алматы мен Астана қалаларында пәтер бағасы әртүрлі? Жауабы қарапайым. Локация және тағы да локация. Қазақстан ұлттық банкі зерттеу жасап, пәтер бағасына не әсер ететінін анықтапты. Мысалы, Астанада егер пәтер есілдің сол жағалауында болса, бағасы орта есеппен 11%-ға қымбат. Ал егер үй жағалауға жақын болса, тағы 10% қосылады екен. Ал саябақтан алыс болса, баға керісінше төмендейді. Ал Алматыда бәрі бір көшемен байланысты. Егер пәтер Әл-Фараби даңғылынан жоғары орналасқан болса, бағасы шамамен 20%-ға қымбат екен. Тағы бір фактор метро. Егер метро станциясы алыс болса, пәтер бағасы да төмен болады екен. Қысқасы, Қазақстанда пәтер бағасының формуласы мынадай. Үйіңіздің терезесінен көрініс жақсы болса, метро станциясы жақын болса, баға да жоғары болады екен. Ал егер үйіңіз орталықтан алыс болса, онда бағасы өте төмен болады екен. Оны соншама зерттеп не қажет еді деген сұрақ туады. Оны өзіміз де білеміз ғой. Ал жалақы сол баяғы, ешкім зерттемейді, орташа деп айта салады. Сіз қалай ойлайсыз, ұлттық банк азаматтардың жалақысы мен тұрмыс жағдайын зерттеу керек пе, әлде үйлердің бағасын зерттеу дұрыс па? Ойыңызды жаза кетіңіз.